ақылды, сабырлы, ұлттық дәстүрді құрметтейтін анасы, жас, заманға сай өмір сүруге ұмтылған, кейбір дәстүрлерге күмәнмен қарайтын қыз бала. Анашым, қалаңғашы мына көйлекті. Осы заманға сай, бұрынғы ұзын етек білмелі көйлектердің киюдің не қажеті бар? Ботам, сән уақыт өте келе өзгеріп отырады, бірақ салт дәстүріміз халқымыздың рухы қазынасы ретінде ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, өз мәнін сақтайды. Мен саған мысал ретінде тұсау кесер дәстүрін айтайын. Бұл дәстүрде сәби алғашқы қадамдарын жасағанда, оның аяғына ала жіп байланып, тұсауын кеседі. Бұл баланың болашақ өмір жолы, ашық қадамы нық болсын деген тілекпен жасалады. Қазіргі заманда балалардың киетін киімдері, тұсау кесу рәсімдегі қолданатын заттар өзгеруі мүмкін. Бірақ дәстүр негізгі мақсаты мен мәні сол күйде қалады. Бірақ, анашым, қазіргі қыздар бәрібір шетелге еліктейді. Біздің дәстүрлеріміз ескілеп қалған сияқты. Мына көрпеге қарашы, әрбір ою өрнек көрпенің сәнін келтіріп, оның бір тұтас көркемдігін көрсетіп тұр. Сол сияқты әрбір дәстүріміз мәдениетіміздің ажырамас бөлігі болып табылады. Егер бір оюды алып тастасақ, көрпенің сәні бұзылады. Бір дәстүрімізді ұмытсақ, мәдениетіміздің тұтастығы бұзылады. Анашым, сонда біздің дәстүрлерімізді сақтаудың маңызы неде? Дәстүр халқымыздың жүріп өткен жолы, тәрбие болмысы. Біз өзімізді құрметтесек, болашағымызды ойласақ, оның сақтауымыз керек. Өзінің ойлашы, егер ана тіліміз, салтымыз болмаса, біз кім боламыз? Иә, дұрыс айтасыз, анашым. Мен қазақ қыздарының әдепті тәрбиелерін мақтан етуін керек екен ғой. Әрине ботам, халқын сүйген, салтын сүйер деген сөз бекер айтылмаған. Егер сен еліңді сүйсең, оның дәстүрін, тілін, мәдениетін де құрметтейсің. Анашым, онда маған бөлмелі көйлек тігіп бересіз бе? Әрине ботам,